Сәлем достар, осындай кәріс салатынан да асып түскен салат жасап көріңіздер. Дәмі керемет, небәрі 5-ақ минутым кетті менің. Әсіресе бұл кез келген тағаммен ұсынатын салат және де той жиындарға арналған салат, уақытыңызды үнемдейсіз. Дәмі деген керемет, қатты ащы да емес, дәмді де тәтті де болмайды. Майонезсіз жасалатын салатымыз. Ең алдымен осылай заттарымызды жуып, тазалап, ыдыстарымызға салып аламыз. Менде бұл жерде орам жапырақ, кішкентай бөлігін ғана алдым. Орам жапырағымызды осылай ұзын-ұзын етіп, жіп-жіңішке қылып турап аламыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай турап алып аламыз. Мен барлық заттарды алдын ала турап алдым, өзіме жеңіл болу үшін. Мінекей, мұнда үлкен қияр қостым, бір ғана данасын. Егер сіздерде орташа болса, 2 данасын қоссаңыздар да болады. Қиярымызды осылай ортасынан бөліп, 3 бөлікке бөліп, және оны қиғашынан сәндеп тураймыз. Және 2 орташа қызанақ алдым. Егер сіздерде черри болып жатса, черриді де қоссаңыздар болады, 5-6 данасын. Орташа бөлікке бөліп. Менде осы қиярды үшбұрышты етіп сәндеп турап алдым. Және 2 сәбізді қостым. Үккіштен өткізіп аламыз бұны. Мінекей, мен барлық заттарды осылай алдын ала дайындап қойдым. Тәтті болгар бұрышымызды, ас көңімізді турап алдым. Тәтті болгар бұрышын мен аздап қана үйдегі қалып кеткен бар, соны қоса салдым. Егер сіздерде бүтіні болса, оның жартысын қосуға болады. Осылай дайындап алған барлығын бір ыдысқа салып аламыз. Сәбізімізді және орам жапырағымызды кішкене алдын ала мұжып аламыз. Үстінен қиярымызды, қызанағымызды, тәтті болгар бұрыштарымызды қосып, үстінен ас көңімізді қосамыз. Дүкенде кез келген осындай чим-чим болады, сатып алсаңыздар болады. Бұның құрамында барлығы да бар негізінде. Мен арнайы для огурцов деген алдым. Бұл қатты тым аш емес, сәл ғана ашылау болады, дәм береді. Сосын үстінен шым-шым ғана тұз қостым. Және қызыл бұрышымызды шай қасықтың ұшымен қостым. 2 шай қасық сұйық май қостым. Негізі бұларды қоспасаңыздар да болады. Ал мен кішкене дәм берсін деп қостым. Чим-чимнің құрамында барлығы да бар. Негізі тұзы да, қызыл бұрышы да бар, сұйық майы да бар. Мен аздап қана қостым. Осылай кез келген тағаммен осы салатымызды ұсынсаңыздар болады. Небәрі 5-ақ минутта жасалатын салат. Кез келген жиындарда уақытыңызды үнемдейсіз. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Және видеоны лайк басып өтіңіздер.